Сәлем, виртуалды сим-карта туралы естіген шығарсыздар. Қандай ерекшелігі бар екенін білесіздер ме? Тренд туралы айтып берейін. eSIM, яғни Embedded SIM, смартфонның соңғы үлгілеріне кіріктірілген сим-карта. Оны қалай белсендіруге болады? Әркімде әртүрлі. Біреуде кеңсеге бару керек, ал Beeline'да бәрі онлайн жасалады. 1-2 минут және бірнеше қарапайым әрекет, содан соң eSIM іске қосылады. iPhone-да қалай жасалатынын көрсетейін. Алдымен өзіміздің немесе көршінің Wi-Fi желісіне қосыламыз. Менің Beeline'ым қосымшасын жүктейміз. Әрі қарай пернесін басамыз. Содан соң Beeline клиенті болу. Осы жерде екі жол бар. Beeline'ның жаңа нөмірін сатып алу немесе басқа оператордағы өз нөміріңізбен ауысу. Окей, жаңа нөмір аласыздар ма? Таңдаймыз. Содан соң тариф. Енді біраз ресми іс. Жеке куәлік немесе төлқұжатты сканерлейміз. Деректерді тексеріп, селфи жасаймыз. Тамаша. Енді алу әдісі туралы. eSIM картаны таңдаймыз. Технология туралы оқуымызға болады. Аз ғана қалды. Төлеу керек. Банк картасының деректерін жазамыз. Тіркеу басталды. Вуаля! Белсендіретін QR-код шықты. Сканерлеу үшін оны басқа смартфонға жіберу керек. Бітті десе де болады. iPhone баптауларын ашыңыз, ұялы байланысты таңдаңыз. Тариф қосу. Басқа құрылғыдан QR-кодты сканерлеңіздер. Осы бір қауіпсіздік. Құттықтаймын. Енді eSIM картаны орнатуға нұсқаушы бола аласыздар. Рахмет, Beeline. Шынымен де ыңғайлы, жылдам және ешқайда барудың қажеті жоқ. Қуаныш сыйлағанымызға қуаныштымыз. Beeline, жарқын шақта өмір сүр.